Сәлем достар, бүгін қаймақ қосылған бауырсақ дайындаймыз. Видеоны соңына дейін каналға тіркеле отырыңыз. 250 граммдай су құйдым, жылы су. Және бір ас қасықтай тұз қостым. Және қаймақ қосамыз. Қаймақ 150-100 граммдай. Судың мөлшерінен сәл ғана аз. Құрамында май да бар, сүті де бар. Қаймақ қоссақ жетеді. Жақсылап араластырып, бір ас қасық дрожж қосамыз. Ұн қосамыз. Ұнымыз сапалы болса, бауырсағымыз әдемі болып шығады. Жақсылап іртігін қалдырмай илеп, жыл жерге қойып қоямыз. Жарты сағат, 1 сағат, 1,5 сағат дрожж бен ұнға байланысты жыл жерде ашытамыз. Менде 1 сағатқа жетер-жетпес ашыды. Мынау менің қамыр жаюға арналған тақтайым. Осыған үстіне май жағып, осылай қамырларымызды жайып шығамыз. Қатты жұқа қылмаймыз. Қалыңдау қылып жаямыз. Қалауыңыз бойынша кессеңіз болады. Ирелек пышақпен, немесе төртбұрышты қылып, дөңгелек қылып, өз қалауыңыз. Орташа отта қуырып аламыз. Қатты қызартпай, сарғайған кезде аламыз. Бауырсақтарымыз дайын. Жасап көрсеңіздер болады. Өте әдемі, жұмсақ болып шығады. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыз.